Мынау машинка үйде күнделікті пайдаланып жүрген, шашалуға арналған. Бұны пайдаланып жүргеніме менің 13 жыл болды. 13 жылдан бері осыны пайдаланып келе жатырмын. Мозер деген компания өте керемет. Енді 13 жыл бұған өкпем жоқ дегенмен, енді жаңа тістері шаршап келе жатыр. Ана қалың шаштарды алған кезде өтпей қалады, аңалдап тұрып алады. Енді бұны өтіру үшін қалай өтіруге болады, қалай тісін қайрауға болады, қазір соны көрсететін болам. Бұрын соны қайрап көрген жоқпын, енді дегенмен бірінші кезек жасап көрейін деп жатырмын. Ол үшін бізге мына нулевка дейтін нулевка наждак керек. Осы наждактың шетінен мына қайшымен кесіп алдым кішкене. Қазір мына машинканың мына 2 болтын босатып, мына арасына мынаны салатын боламыз былай. Содан кейін тоққа қосып жұмыс жасататын боламыз. Осылай қайрап көрейін деп жатырмын мен қазір бұйырса. Міне осылай арасына салып аламыз. Жаңа наждагымызды, нулевка наждагымызды. Содан кейін тоққа қосып қоямыз. Міне осылай 1-2 минут жұмыс жасатып қоямыз. Мынаны қозғап тұру керек, былай да былай. Міне осылай бер жағын үстін қайрап аламыз да, содан соң мынаны теріс қаратып астын қайрайтын боламыз. Нәтижесі өте керемет болатын сияқты. Өткенде бір парикмахер жігіттен кеңес сұраған болатын. Осылай қайрайды екен олар. Сол тәжірибесімен бөлісті маған. Мен де соның тәжірибесін сендермен бөлісіп жатқаным. Егер үйлеріңде осындай машинка болса, өтпей қалған болып жатса, осылай қайрап алсаңдар болады. Содан соң қайрап болғаннан соң, мына водосоргпен мына тістерін жуып шайып жіберсеңдер, өте керемет болады. Ары қарай жұмыс жасауға тағы да бір 10 жыл болмағанмен тағы бір 5 жыл жұмыс жасап беруге дайын деген сөз. Менде қазір карып бітіп қалған екен үйде, гаражда. Мынау водосорг шашу керек екен негізі. Менде қазір водосорг бітіп қалған. Қазір менде карп қана қалған екен. Карп та болады негізі. Қазір осы карппен тазалайтын боламыз. Жұмыс жасатып қоямыз. Карптың күштілігі, мына пенопласты еріп тұр, міне. Міне осылай жасап алсаңдар болады. Аз да болса ақпарат, пайдаларыңа жаратыңдар.